Kalanınızdan da oturanız, telefonunuzda da tutup oturanız. Kodlarımız kodlar. Kodlar verimizden. Dağlar. Kodlar. Olmaz. Başlayınız. Ağırda Қазақстан аумағында кімнен кейін құрылған алғашқы мемлекет? Қай мемлекеттен кейін құрылған алғашқы мемлекет? Жауабыңызды айтып отырамыз. Монғолиядан кейін. Емес. Келесі. Onun kapılarını жазып көрсетеміз деген. Алпысыншы жылдар Сарай қаласында бір жылдың ішінде неше қан ауысқан? Тағы қолдарыңызды көрсетеміз, балдар, жауабыңызды. Ağırdan biraz жерінде болған өз хандығын құрған кім? Бағындырды. Кімдерді бағындырды? Ауыз айтайын қойып, тек ақыт бағдарламасы арқылы теледидар жұмыс жасаймыз. Алдымызда телефонмен жұмыс жасаймыз. Сонымен бізде бірінші орында жеңіп алған қай топ болды? Тоқтап қоямыз. Үшінші топқа да тәк өтсеңіз, балалар, олай болатын болса, балалар, біздің сабағымыздың тақырыбы енді меңзеп тұр. Қай тақырып меңзеп тұр? Ақорда. Ақорда таза хандығының негізі. Яғни бұл сабақ бізге 2 сағатқа берілген. Бүгін 2-ші сабағымыз, жаңа білім мағынаны тану үшін біз Ақорда мемлекеті жайында 5 минуттық бейнебаян көрсетемін қазір. Осы бейнебаянды түсініп, біліп алғаннан кейін мәтінмен жұмыс жасаймыз. Ол кезде қонаққа бару әдісі болады. Бірден түсіндіріп кетейін, мына бейнебаянды жақсылап түсініп аламыз. Одан кейін бір-бірімізге түсіндіріп шығамыз. Әр топтан бір адамнан шығып, қонаққа барамыз. Әр топқа. Алтын орда, ақ ордаға, ақ орда, көк орда, көк орда, алтын ордаға келіп. Қонаққа келіп, түсіндіріп шығамыз. Сөйтіп, түсіндіргеннен кейін оны біз сұрақ жауап арқылы не істейміз? Жауап береміз. Шежіресі бойынша Жошы ұлысы 13-ші ғасырдың ортасында 3 иелікке бөлінді.
Ұлытауда орта ежен тұқымы елік жасаса, Бату тұқымы Еділ бойында жаңа мемлекеттің негізін салды. Рашид ад-Диннің дерегі бойынша шығыс дешті қыпшақты, яғни Жошы ұлысының шығыс бөлігін оның үлкен ұлы орта ежен басқарды. Алтын Орданың әлсіреуіне байланысты 14-ші ғасырдың екінші жартысында Ақ Орда өзінің шарықтау кезеңіне жетті. Орта ежен ұрпақтары Ұлытауда билік құрды және қазіргі Қазақстанның барлық аумағына тарады. Сығанақ Ақ Орданың астанасы болып, хандар сол қалада қыстап, жазда арқа жерін жайлады. Мемлекет құрамында түркі тілдес тайпалар мен жорық барысында келген монғолдар да болды. Бірақ монғол тайпалары 14-ші ғасырға қарай толық түркіленді. Ақ Орданың тарихын саяси үш кезеңге бөлуге болады. Бірінші кезең шығыс дешті қыпшақтың даласынан Алтын Орданың әскерлерін қуу жолындағы күреспен сипатталады. 14-ші ғасырдың ортасында Ерзен мен Мүбәрак қожа хандар Алтын Ордаға тәуелділікті түркілікті жойды. Екінші кезең Ақ Орданың күшейген кезеңі. 14-ші ғасырда билік құрған Ұрыс хан тұсында Ақ Орда нығайып, Алтын Орданы біріктіруші ұлыс ретінде танылды. Сығанақ қаласында Ұрыс хан өзінің теңгесін шығарды. Үшінші кезең Ақ Орданың Мәуереннахр билеушісі Әмір Темір басқыншылығына қарсы күрес кезеңі. Осы күресте бар ауыртпашылық Ұрыс ханға түседі. Ұрыс хан 1375 жылы Еділ бойына жорық жасап, Сарай Беркені, Қажы Тарханды алып, Кама тұлғарларын жеңді. Ұрыс хан 1376 жылы Соғыс қаласында қаза тапты. 14-ші ғасырдың соңы мен 15-ші ғасырдың басында Әмір Темірдің жорықтары мен ішкі талас тартыстың нәтижесінде Ақ Орда әлсірейді. Ұрыс ханның немересі Барақ хан билік құрған 1423-1428 жылдары Ақ Орда нығая түседі. 1428 жылы Барақ қайтыс болып, Ақ Орда билігі Шайбани ұрпағы Әбілқайырдың қолына өтеді. Ақ Орда қазақ жерінде монғол шапқыншылығынан кейін құрылған алғашқы мемлекет болды. Не бала? Бейнебаянды көрдік. Жоңғар шапқын. Енді мәтінмен жұмыс жасаймыз. Кітабымызды ашамыз, оқуды ашамыз балалар. Үйде оқып келгеніміз бар, бүгінгі көрген бейнебаянымыз бар. Екеуін қосып, қазір біз қонаққа бару әдісін жасаймыз. Әр топтан бір оқушыдан шығып, әрқайсымыз бір сыртқа барайық. Әкел, сен болың. Біз неға бұл ордаға келеміз. Бұл орда, Ақ Ордаға. Алтын Ордаға. Бұл жердегі мақсатымыз біз не түсінгенімізді, өзімізге білген білімді түсініп өтеміз, иә? Бастаймыз. Сіздерге 5 минут уақыт. Түсіндірме жұмысының ішінде Ақ Орданың құрылуы, жер аумағы, халқының этникалық құрамы, ішкі сыртқы жағдайы және шаруашылығы міндетті түрде болу керек.
Ayaktayız mı? Ayakta kalk bak. Ayaktayız. Al mağanan kanun kesimi boyunca bizden негізі жаңа бейнебаян қойып отыр. Одан кейін қонаққа барлық әдісті қолданып отырмыз. Осы екеуін ұстау барысында енді әңгімелеуге не білдік, не көрдік, не неғылдық. Түсіндірме жұмысы. Ең бірінші Ақорданың құрылу туралы. Кім айтады? Маған Ақорданың құрылу туралы. Ақорданың құрылу туралы. Ұлты сабамыз Ақорданың құрылу туралы. Қай тоқтайын? Ақорда 13-14 ғасырларда құрылған. Ол жосын соғыстарында орналасқан, жалпы оның басшылық ежен орда болып табылады. Жарайды, отыра ғой. Жер аумағы туралы не айтамыз? Карта мен өтіп келейік, алдында картада тұр, иә? Жоқ, асыл жағымыздан тұр, мұны. Мына Ақорда. Я Жарым өзенінен ертіс өзеніне дейінгі және батыс сібір ойпатынан Сырдарияның Сырдарияның төменгі ағысында Астанаға қарай болды. Сығанақ қаласы. Жарайды. Келесі топ. Біз не түсіндіреміз? Үшінші топ. Халқының этникалық құрамы туралы түсіндірейікші. Ақорданың қоластында қанша этникалық құрам болды? Қанша тайпа болды, яғни? Бірнеше тайпа болды, қа? Болады. Оның этникалық құрамына келетін болсақ, Ақордада ол жерде негізінен түркі тілдес тайпалар болды. Оларға қоңыраттар, наймандар, қыпшақтар, жат болады. Жарайсыздар. Ал балалар, қазір алдарыңызға мен электронмен қағаз беріп қоса береміз. Әрқайсының орнын қоса берейік. Деген қонақтар. Рахмет сіздерге. Түсіндірме жұмысы жүргізуге өткен. Міне балалар, Ақорда мемлекеті. Яғни Ақорда мемлекеті 13-ші ғасырдың ортасынан бастап Алтын Орданың шығыс дешті жерінде Ақорда мемлекеті құрылған екен, Қыпшақ аумағында. Бұрынғы яғни Қыпшақ хандығының жері Ақорданың негізгі аумағын құраған екен. Жаңа картадан көрсетіп өттім. Этникалық құрамына келейік. Олардың Ақорданың құрамында болған тайпалар бар. Қыпшақтар, қоңыраттар, арғын, алшын, қаңлы, керей, үйсін, найман. Біз өткен сабақты ескертіп бір түсіріп өткенші балалар осы жерде. Біздің қазақ жерінде, Қазақстан, қазіргі Қазақстан территориясында өмір сүрген 4 тайпамыз бар еді. Кімдер еді олар? Қаңлы. Сақ, үйсін, қоңыр. Енді осы жерде бұл мына жерде тағы оның алдыңғы сабақта ескертсек. Шыңғыс ханды. Соның үлкен ұлының есімі кім? Шошыдан неше ұл болды? Бұл енді Ақордамыз кімге тиесілі болып тұр? Шошының тайпасынан Орда ешеге тиесілі болып тұр, иә? Жарайсыңдар. Алдымызға қазір тәлтек диктанттар беремін балдар. Білесіздер қағаз арқылы 2-3 минут уақыт берейін. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді жазып өтеміз.
Әпкелмен жұмыс жасап отырамыз. Жұмысымызда кең қосыламыз. Екінші тапсырмамыз тәрбие диктант. Яғни бүгінгі топтамамызды күннің барысында өтіп отырған аттестат етеміз. Естеміз балалар. Болғандықтар бірден жауап берейін. Ahırda Қазақстан аумағында мамырдан кейінгі құрылған алғашқы мемлекет. Орталығы Сырдария өзенінің орта ағысы бойында осы талай тартысты дер кезінде пайдаланған орда ежелгі ұрпағы ұрысқан билігін өз қолына алып мемлекеттік тыныш басын нығайтады. Керемет, жарайсыңдар Ақорда тобы. Екінші Ақорда тобы. Ақорда Қазақстан аумағындағы моңғолдан кейінгі құрылған алғашқы мемлекет. Орталығы Сырдария өзенінің орта ағысы бойында орналасқан қазақ қаласы болып табылады. Ақорданың аумағы Шыңғыс ханның екі баласы Орда Yüzек пен Шайбани хандардың жерін қамтиды. Ақорда Жайық өзенінен батыс Сібір ойпатына дейінгі Сырдарияның орта және төмен ағысы аралығындағы кең байтақ аумақты алып жатыр. 14 ғасырдың екінші ширегінен бастап Ақорда Алтын Ордадан жұртшылық бөліне бастайды. 60 жылдардың өзінде мемлекеттің астанасында бір жылдың ішінде 4 хан ауысады. Осы бір минут, 2 минут қорқуаларымыз сіздерге 2-3 минут уақыт беріледі. Сәйкестендіреміз. Қайсымыз, қай сұраққа, қай неге жайымыз, сәйкестендірген тапсырмаға жайымыз жауап бере береміз. Нақты. 1 минуттар болады. Жанас. Керемет, жарайсыңдар. Ал, келе отыр. 1397 жылы Әмір Темір Ақорданың Ұрысханның даласы қойшы болғанын отырғызады. 14 ғасырдың екінші ширегінде Алтын Ордада аса-сапыра төңкеріс басталып, 60 жылдардың өзінде мемлекет астанасы сарайда бір жыл ішінде 4 хан ауысады. Билік тақтастықты пайдаланған ұрысқа Ақорда билігін өз қолына алады. Ал 1428 жылы Шығыс Дешті қыпшақты билік Жосының Шайбани әулетінің ұрпағы Әбілқайыр ханға тиеді. Ақордадан бөліп шығарады және ертеңнің бәрінің тұсында орналасқан. Ақорданы бөлек ұшырады. 1868 жылдар аралығында олар ұрысқан Сығанақ қаласында өз атынан теңге соқтырады. Ал 1975 жылдары ұрысқан еділ бойы өзінің жолын жасайды.
алтын орданың астанасы сарайды қаржы тарапына алып қамалды бұқарға ақындардың өзінің Керемет, жарайсың. Молодец, керемет. Ал балалар, бүгінгі сабақты пысықтау барысында енді сабағымызды түйіндейік. Бұл кезде мен сіздерге сұрақтар түймедағы әдісін қолданғым келіп отыр. Сұрақтар түймедағы 3 топқа 3 сұрақ дайындадым. Карточканы таратып беру арқылы өздеріңізге қай сұрақтар тиеді, өздеріңізге тиетін сұраққа нақты жауап беріңіз. Сұрақты бір жауаппен не қыламыз, иә? Карточка арқылы қай топқа қандай сұрақтар келеді? Мысалы, мен сұрақтар түймедағы әдісінде нақты сұрақтарды дайындадым. 5 сұрақ бұл жерде, түсіндірме сұрақтардан бұл жерден де 5 сұрақ, қарапайым сұрақтардан бұл жерде де 5 сұрақ. 3 топқа осы сұрақтарды бөлдік. Қай сұрақтар тиесілі болды, сол сұрақтар арқылы дайындалыңыздар. Жалпылама бүгінгі сабақ түсінікті болды ма, балалар? Al bakayım. Ayağım boğulmuş. Oluyor. Жарайды, рахмет. Келесі. Бір жағға жауап берейік. Сізге берген сұрақ Амир Темірден неге тоқтамыстан бөлініп шықты? Себебі ол Амир Темір ханның рұқсатынсыз Мәскеуді жаулап алуға барады. Келесі сұрақ алдыңғы орындады. Бір жаққа жауап берейік. Екі басқарма қандайдың бақытқа барды. Орда ежен, Барам, Сақтар, Сасыққа, Ержен, Біліп қалдым. Келмет. Кері байланыспен жұмыс жасау керек, балалар. Маған қызықты болған екі оқиға бұл қиындық туғызды және осы нәрсе мені ойландырды. Бір сөйлемді жазайық, тез жылдамдатып 1 минут уақыттарыңызды аламыз. Алтын Орда тобынан Меруерт, Арназ, Ерсұлтан балаларымызға рахмет. Ақорда тобынан Әсем, Ару, Айна, Айнұр, сіздерге де рахмет. Көкорда тобынан Жанасыл, Аяулым, Гаухар, сіздерге де рахмет. Бүгін бағаларымыз 4-5 деген баға. Қалғандарымыз сабаққа қатысамыз. Жылдамдықта. Кері байланыс бір-бір неден жазайық. Айтайықшы, маған қызықты болған не нәрсе болды? Ақорданың құрылуы бәрімізге қызықты. Ақорданың құрылуы именно біздің қай жерінде құрылды? Қазақстан аумағында. Тағы не қызықты болды? Этникалық құрамы. Оның құрамында бірнеше тайпалар. Не себепті Ақорда деп аталғанына болды? Не себепті Ақорда? Қиын туған нәрселер. Сабақ барысында ешқашан қиын болған жоқ. Сабаққа қатыспай отырған балаларымызға түсінікті болды ма?
Бүгінгі сабақ барысында сабақ айтылмаған балдарға сіздерге жеке тапсырма үйде осы ағылдарға дәптерге 10 сұрақ жауабымен сұрақ береміз, иә? Сұрастырып береміз. Жасы бүгін белсенді қатысып отырған оқушыларымызға 20 сұрақ тек жауабымен сұрақ келеміз. Бұл жеке тапсырма. Осы мені ойландырады. Осы жерде ағылдыда сіздерді не ойландырады? Ya jeri үшін болды ма, не үшін болды? Бұл ойландырады, иә? Тағы не үшін ойландырады? Не ойландырады? Төрт ұлысқа бөліп берген. Ол да ойландырады. Тағы ойландыратын мәселеміз. Иә, аз, иә? Информация аз. Тағы Симантин сұрақ жауабымен, иә? 9-шы тапсырманы. Қатысқандарыңыз үшін рахмет.